Сәлем қыздар, мен бүгін өзім уәде еткендей ұйғыр самсасының рецебін түсіретін боламын. Бұл авторский рецепт болғандықтан басқа каналдарда жоқ. Сол себепті каналға тіркеліп, рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен 2 килограмм ұнды өлшеп, таза ыдысқа салып дайындап аламыз. Ал енді екінші таза ыдысқа суымызды құйып, граммен өлшеп аламыз барлығын. Одан кейін айранды, жұмыртқа, тұз, қант, сонымен қатар ерітілген майдың барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттердің өлшемін астыңғы описанияға жазып кететін боламын. Қыздар, мендегі май слоеное тестоға арналған 80% май. Сіздер кез келген майды пайдалана берсеңіздер болады, тек 72%-тен төмен болмауы тиіс. Ең алдымен ұнға ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін барып, алдын ала дайындап алған массамызды құйып, жақсылап қамыр жасаймыз. Қыздар, артық ештеңе қоспаймыз. Жаңағы өлшеп алған өзінің ингредиенттері өзіне жеткілікті. Міне осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Жақсылап иін қандырып, 10-15 минуттай тындырып қоямыз. Міне бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырдың әрқайсысын 1 килограммнан өлшеп аламыз. Менде 3 килограмм 800 грамм шықты. Қыздар, осы ұйғыр самсасын отбасыларыңызға жасап беретін болсаңыздар, немесе пісіріп сататын болсаңыздар, онда оқтаумен жаю қатты маңызды емес. Бұл песочный тесто болғандықтан бірден жасай беруге болады. Ал егер тестосын сататын болсаңыздар, яғни қамырды сататын болсаңыздар, онда оқтаумен жаюға болады. Тым қатты жұқа қылмаймыз, және тым қатты қалың қылмаймыз. Осындай жұқалық бізге жеткілікті. Қамырымызды жақсылап жайып алдық. Енді бетіне ерітілген сары майымызды жағамыз. Яғни майдың өзі мендегі 80%, осы майды жақсылап жағып аламыз. Енді осы қамырды тура видеодағыдай бір шетінен бастап жақсылап орап шығамыз.
Орап болғаннан кейін пищевой пленканы алып, жаңағы қамырымызды тағы да осы пищевой пленкаға ораймыз. Қыздар енді екінші қайтара тағы да пищевой пленканы алып, енді осыған қамырымызды бүктеп ораймыз. Міне қамырымызды дайындап алдық. Енді қыздар, менде екі мешок бар, бірі үлкен, екіншісі кішкентай, арнайы өзі аузы жабылатын мешок. Осы кішкентай мешокқа 10 грамм кунжутты салып дайындап аламыз. Ал үлкен мешокқа осы қамырымызды салып, ішіне кунжутты қоса салып, аузын мықтап жауып, логотипімізді жабыстырып, сатылымға шығара берсек болады. Енді осы қамырдан ұйғыр самсасын жасайтын боламыз. Самсамыз 1 келіге шығу үшін қамырды міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Ішіне қалаған салмаларыңызды салып, өз қалауларыңызбен түйіп, одан кейін жұмыртқаның сарысы міндетті түрде жағып, 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп аласыздар. Лайк басып тіркеліп кетсеңіздер, алдағы уақытта өзім сатылымға шығарып жүрген шайманың рецебін түсіретін боламын. Міне біздің самсамыз да дайын болды. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.